Саламатсыздар ма? Бүгін сіздерге классикалық және әжелер әдісімен тоқылу әдістерін көрсетейін дедім. Таныстырып, екеуі де бірдей осындай лицевая гладь. Мынауда. Бірақ петияларды тоқу әдісі екі түрлі. Мынау әжелер әдісі, мынау классикалық әдіс. Оның айырмашылығын қазір көрсетемін. Әжелер әдісінде біздегі петиялардың барлығы, қарап тұрсаңыз, оң жаққа қарап тұр. Қалай түсіндірсем екен? Мысалы, петия былай қарап тұр. Енді екінші спицаға барғанда ол былай қарап тұрады. Қазір петия осылай қарап тұрса, екінші спицаға тоққан кезде былай аударылады. Әжелер әдісінің ерекшелігі сол. Бірінші кромочныйды іліп аламыз, жай ғана. Екінші кромочный, мына бізде петиямыз, оң жаққа қарап тұрған. Осы петияның бізде екі қабырғасы бар. Мынау бергі қабырғасы, яғни спицаның бер жағында тұрған. Және мынау жартысы спицаның ар жағында тұр, ол артқы қабырғасы. Әжелер әдісінде осы спицаның ар жағында тұрған петияның артқы қабырғасынан алып, осылайынан оң қылып тоқимыз. Міне, петиямыз бізде енді былай солға қарай қарап қалды. Мына петия бізде оңға қарап тұр. Екеуі бір-біріне қарама-қарсы қарап тұр. Артқы қабырғасын алып тоқимыз. Петиямыз тағы да солға қарады. Бұл әжелер әдісінде оң петияны тоқу. Оң қатарда да, сол қатарда да осындай оң болып тоқылады. Немесе кез келген басқа узорда, резинка тоқысаңыз да, барлық узорда осылай тоқылады. Яғни петияның артқы қабырғасынан алып тоқисыз. Бізге уже тоқылған петиямыз солға қарайды. Тоқылмаған алдыңғы қатардың петиясы оңға қарап тұр. Теріс құрасайын. Енді осы әжелер әдісінің теріс петиясын қалай тоқимыз? Бір петияны іліп аламыз. Бірінші. Әжелер әдісінде теріс петияны жіпті тоқыманың бер жағына, сізге көрінсін деп байланыстырып тұрмын, бер жағына қоямыз да, мына петияның, сол жақ спицадағы петияның ішіне кіргізіп, оң жақ спицаның ішіне кіргізіп, осылайынан жіптің сымды, спицаны жіптің осылайынан үстінен астына қарай орап осылай аламыз. Теріс петия осылай тоқылады. Яғни кіргіземіз, мына жұмыс жібінің үстінен бер жағынан осылай іліп аламыз. Бұл бізде, қайталап айтып кетейін, әжелер әдісі.
Енді классикалық әдісті көрейік. Бізде спицаның да жуандығы бірдей. Екі спицаның да жуандығы бірдей, екі жіптің де қалыңдығы бірдей. Мынаны тоқып отқанымда да, мынау да екеуі бірдей. Енді классикалық әдісті қалай тоқимыз? Классикалық әдісте бізде петлялар, қарап тұрсаңыз, жаңа әжелер әдісінде былай қарап тұрды да, былай өтті, иә? Ал енді бізде классикалық әдісте осылай қарап тұр. Мына спицада осылай қарап тұр. Келесі спицаға дәл осылай түседі. Екеуінде де бір бетке қарап тұра береді. Оны міне енді бұл жерде петлямыз былай қарап тұр. Енді бұның тоқу үшін петляның бергі қабырғасынан алып тоқимыз. Бізде өйткені арғы қабырғасы мына спицаның артында қалып тұр. Бізге ол көрінбейді. Бергі қабырғасынан алып, жұмыс жібін осылайынан оңғып тоқимыз. Барлық петля бізде сол жаққа қарай қарап тұр. Петляның бергі стенкасынан алып оң тоқимыз. Жаңа әжелерде арт жағындағы стенкасын алдық, классикалықта алдыңғы жағындағы стенканы алып тоқимыз. Оң петля тоқу үшін. Міне, барлық осын былай қарай қарап тұр, петляның барлығы. Мынау да. Қалай тұр, солай көшті. Бұл классикалық әдістегі оң петлялар. Яғни, кез келген оң петляны классикалық әдіспен тоқу. Мынаны жай әжелер әдісі сияқты осылай жасай салайын. Қазір теріс қатарында көрсетемін. Енді мына жерде менде қисық болып тұр, өйткені мен классикалықпен өте көп қолданбаймын. Сосын осындай болып қалды шегі. Енді классикалық әдістің терісі қалай алынады? Әжелер әдістегі теріске қарағанда бұның айырмашылығы бар. Өйткені бірінші кромочныйды жай ғана іліп аламыз. Жіпті жұмыстың, яғни тоқыманың бер жағына осылайынан ұстап тұрайын. Енді мынау дәл жаңағыдай теріс петля, әжелердікіндей. Бірақ әжелерде осылайынан мына жіптің үстінен алдық қой. Ал классикалықта жіп мына сымның үстінде тұрады. Әжелерде былай алдық, классикалықта былай аламыз. Үстінде тұрады. Осылайынан ұстап, қазір маған камераға ыңғайсыз болып тұр. Осылайынан ұстап, былайынан орап аламыз жіпті. Классикалық әдісте осындай. Қазір қайттан көрсетейін. Теріс петляның ішіне кіргіземіз. Жіптің астынан үстіне қарай осылай көтеріп, осылай тоқимыз. Әжелерде деп үстінен астына қарай тоқсақ, классикалықта жіптің астынан үстіне қарай тоқимыз. Мен классикалық әдісті мүлде қолданбаймын десем болады. Өйткені
әжелер әдісіне әбден қолым соған үйреніп қалған. Сол әдіспен қолданамын. Ал егер сіз яғни тоқыманы енді үйреніп келе жатсаңыз, классикалық әдісті үйренгеніңіз, осыған қолыңызды жаттықтырғаныңыз дұрыс. Себебі классикалық әдіс мен тоқыған бұйым әжелерге қарағанда өте түзу көрінеді. Өте түзу шығады тоқымасы. Осылай. Енді мендегі айырмашылықты көрсетейін. Мынау менде әжелер әдісі қолым үйренген әдіс болғандықтан, бұл менде әдемі шықты, яғни өте тығыз шықты. Ал мына классикалық әдіс қолым үйренбеген болғандықтан, бұл кішкене бостау шықты. Бостау тоқыдым. Қанша тартып тоқығанмен, ол тартып ондай тығыз болмады. Оны мына жерден байнаның үстіне өстіп қойып көрсетсем болады. Мысалы, міне, екісін бірге тұр. Ал мына жерде, міне, классикалық әдіс менде мынадан биіктігі де ұзын болып тұр, және мына жақта ені де ұзын болып тұр. Және мынаның жиегін мен келтіре алмадым. Өйткені мен бұған қолым үйренбеген. Ал мынаның жиегі өзім үйренгендей ұқыпты келіп тұр. Енді сіздер новичок болсаңыздар, мына классикалық әдіспен тоқуға қолыңызды жаттықтырсаңыз, ол өте дұрыс. Өйткені әжелер әдісінде петлялар қисық, көбінесе жаңағы түзу, ровно болып шықпайды. Мынада мынаған қарағанда түзу болып шығады. Негізі екеуінің бойынша бір айтарлықтай айырмашылығы жоқ. Мынаның бұйысы көп, бірақ мен бұған қолым үйренбегендіктен менде мынау әдемі шықты. Ал егер сіз бұрыннан тоқып жүрсеңіз және бұрыннан мен сияқты әжелер әдісімен тоқып жүрсеңіз, классикалық әдіске көшпеуін енді оны өзіңіз шешесіз. Әркім негізі өзі шешеді, қай әдіспен тоқитынын. Бірақ мен осы әжелер әдісінде қала беремін, өйткені мен өте баяу тоқимын және жаңағыдай бос болып кетеді. Мен бұмен заказдар қабылдауға дайын емеспін. Ал мынаумен кез келген тоқыманы осымен тоқуға уже мен жаңағы қолым жаттыққан.